Алматыда Наурызнама 10 күндігі жалғасып жатыр. Бүгін ұлттық спорт күні тойланып, шаһардың барлық ауданында түрлі жарыстар ұйымдастырылды. Халық өзара бақ сынап жеңіске деген жігерін танытты. Ұлттық ойынымыздың көркін қыздырды. Жеңімпаздар бағалы сыйлықтарға ие болып, көпшілік мерекелік көңіл күйге бөленді. Дүбірлі думанның шымылдығы Айнабұлақтағы спорт кешенінде түрілді. Мұнда қол күресі, арқан тарту, ләңгі тебу, гір көтеру, бұқа тарту сынды дәстүрлі спорт түрлерінен сайыстар өтті. Әр ойын ептілік пен күштің, сабыр мен намыстың сыналар тұсы. Қатысушылар тартысты бәсеке көрсетіп, үздік шыққан тұрғындар арнайы марапатталып, сый құрметке ие болды. Ауданымыздың Айнабұлақта тұратын жаңағы көршілес ықшам аудандардан келіп жатқан қонақтар келіп, осы жақтан жаңағыдай Наурызды тойлап жатыр. Ол жаңағы ең бастысы мақсаты жалпы Наурыздың өзінің ұлттық жаңағындай мейрам екенін дәріптеу, басқа халықтарға көрсету. Ұйымдастырушылардың айтуынша, ұлттық спортты жүйелі түрде дамыту ұрпақ тәрбиесінің маңызды бөлігі. Спорт кешенінің жаттықтырушылары балаларды жастайынан спортқа баулу қажеттілігін алға тартты. Бұл тек денсаулық кепілі емес, ұлттық мұраның үзілмей ұрпақтан ұрпаққа жалғасуының жолы. Ұлттық спорты қазір өзі бөлек бөлініп шықты. Ұлттық спортына нелер жататын өздеріңіз білесіздер. Көкпарымыз бар, қыз қуымыз бар, асық ату бар, арқан тартысымыз бар. Міне енді осыған енді әкімшілігімізде үлкен көңіл бөліп, жаңағы ұлттық спорт ойынның үлкен бір клубы ашылды қазір. Осыған жаңағы көңілдер бөліп жатыр. Қаладағы ауқымды іс-шаралардың бірі нөмірі 173 лицей қабырғасында өтті. Мұнда 8 ауданнан жиналған 200-ден астам оқушы ұлттық ойындардан бақ сынады. Бірі асық атып мергендігін байқаса, енді бірі садақ тартудан дәлдігін көрсетті. Ал ойлы ойынға ден қойғандар тоғызқұмалақта зияткерлік қабілетін сынады. Тоғызқұмалақ негізі өте жақсы ойын, барлығы ойнағысы келетін, бірақ өте қиын болады. Тоғызқұмалақты мен 3 жыл бойы ойнап шықтым. Тоғызқұмалақты ары қарай жалғастырамын, мен ойнағым келеді, және тоғызқұмалақ өте қатты ұнайды маған. Ұлттық спорт күні рух жаңғырып, салт-дәстүр сабақтастығы сезілетін ерекше мейрам. Наурызнама аясында ұйымдастырылатын мерекелік іс-шаралар легі алдағы күндері де жалғасын табады. Әйкерім Пернебек, Ялкунжан Әшімжанов, Алматы телеарнасы.